Айдай Ноян Дүйсенбайұлына арналған осындай рухани жүздесуге қош келдіңіздер. Әлде өзінің туған туыстарымен, бауырларымен, жора жолдастарымен түскен түрлі естелік суреттер көрмеге қойылды. Ақынның еңбегінің еленгені ел жадында өлеңмен сақталғаны. Махаббатты басқаға сыйлады. Өтті күндер, өткен күндер, ол күндер жанарыңда тамшы болып мөлдірер. Bir құлаған қайын қайта көк гүліне. Ойланбаған өмір деген өткелей, бұл өмір қайғымдер келіп кетпеді. Қайта оралмас бұл өмірдің жазылған. Осталдарында жақсы тәлімдерін алдық. Математикадан болды, физикадан. Мен өзім әдебиеттен жақсы оқыдым. Сосын мен математикадан аса болған жоқпын. Әдебиет, сосын тарих, осыларды жақсы оқыдым мен. Сол себептерде сондай жақсы қасиеттерім болды. Қонаға мәдениет және тілді дамыту бөлімінің басшысы Көкбосыны Жамбыл Ғабдуллаұлына береміз. Жамбыл Ғабдуллаұлы ақын ағамызға деген ақ тілегіңізбен лебіңізді білдіру үшін сахнаға шақырамыз. Еліңізге шабан, біздің осы коллективтің атынан, халықтың атынан.